Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазіргі таңда туған тіліміздің болашағы, туған халқымыздың болашағына тікелей әсер ететін, түсінбейтін топас сымақтары әлі күнге дейін толып жатыр. Осындай адамдарға айтқым келетіні: айналайындар, бір халықтың екінші халықтан басты айырмашылығы тек қана тілінде. Мысалы, қазақ пен қырғызды алатын болсақ, екі халықтың басты айырмашылығы неде? Түріміз ұқсайды, салт дәстүріміз де ұқсайды, дініміз де бір. Басты айырмашылық тек тілде. Әрбір халық өзінің туған тілін жоғалтқан кезде өзі де жойылады екенін соны 20 ғасырда ұлттың ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтып кеткен. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Кейбір адамдар басты белгі, басты айырмашылық признагы белгісі ретінде дінді айтады. Бірақ бұл жер шарында, дүние жүзінде тек қазақ мұсылман емес қой. Дінге келетін болсақ, дін бойынша халықтар мұсылман және мұсылман емес болып бөлінеді. Ары қарай нәсілдікке келетін болсақ, бет әлпетпен нәсілдікке келетін болсақ, нәсілдік бойынша дүние жүзі халықтары 3 нәсілге бөлінеді: европеоидтық, монголоидтық және африкандық. Ары қарай тарихқа келетін болсақ, әрбір халықтың тарихы бар, өзіне тән. Бірақ сол тарихтардың көптеген бірнеше халықтарға тән белгілері де бар. Сондықтан тарих бойынша да халықтар нақты бөлінеді деп айтуға болмайды. Сондықтан да бір ұлтты екінші ұлттан ажыратуға мүмкіншілік беретін жалғыз нәрсе ол тіл. Тіл жоғалса, ұлт жоғалады. Тіл жоғалса, ел жоғалады, халық жоғалады. Сондықтан да қазақ халқының болашағы тек қана қазақ тіліне байланысты екенін білу керекпіз, ескеру керекпіз. Және де соңғы айта кететін нәрсе, егер біз тікелей өзіміз қарапайым Қазақстанның азаматтары, қазақ халқының өкілдері, өзіміз бірінші болып өзге ұлт өкілдеріне, мемлекеттік қызметкерлерге туған тілге деген ілтипатымызды көрсетпейтін болсақ, онда олардан қалай талап етеміз? Егер біз мемлекеттік қызметшілерге барған кезде, мемлекеттік мекемелерге барған кезде қазақ тілін талап етпесек, сол сот, прокуратура, полиция, халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері, олар қалай бізге мемлекеттік тілде қызмет көрсетеді, егер біз талап етпесек? Және де өзге ұлт өкілдері, мысалы, өзіміз қазақ болып, оларға үлгі болмасақ, олардан қалай талап етеміз? Сондықтан ең бірінші қазақ халқының өкілдерін айтып отырған үндеуім: туған тілде қызмет көрсетуді талап етіңіздер. Туған тіліңізде балаларыңызды тәрбиелеңіздер. Қазақ мектебіне балаларыңызды беріңіздер. Және де қазіргі таңда мына қазақ тілі туралы мәселесі көтерілгенде көптеген адамдар бүйтіп айтады: қазақ тілі маған не үшін керек? Қазақ тілінде мәлімет аз, орыс тілінде, ағылшын тілінде білім алуға болады қазақ тіліне қарағанда дейді. Осындай білімді жігіттерге айтқым келетіні: айналайындар, егер сендер орыс тілінде, ағылшын тілінде, басқа бір шет тілінде жақсы білім алып үлгерсеңдер, жақсы материалдарды алсаңдар, сол материалды қазақ тіліне, яғни өздерінің туған тілдеріңе аударыңдар. Сонда қазақ тілінің ғылыми аясы да, ғылыми қолданыс аясы да кеңейеді. Сондай үлес қосыңыздар. Орыс тілінде жақсы мәлімет алдыңыздар ма, соны қазақ тіліне аударыңыздар, интернетқа жүктеңіздер, кітапша қылдырып шығарыңыздар. Соның нәтижесінде қазақ тілінің ғылымдағы қолдану аясы да кеңейтіледі. Ойбай, қазақ тілінде ғылыми еңбектер өте аз деп айта салу, ол тек қана бір сылтау. Нағыз туған тілін, нағыз туған халқының болашағын ойлайтын адам сол ағылшын, орыс, басқа тілдерде мәліметті алып, соны туған тіліне аударып, қазақ тілінде таратуға тырысады. Міне, бұл нағыз отан сүйгіш адамның белгісі. Келесі тағы айта кететін нәрсе, қазақ тілінің қолданысын кеңейту үшін біз рыноктың, яғни нарықтық принципқа сүйену керекпіз. Нарықтағы ең басты принцип қандай? Сұраныс болса, ұсыныс болады дейді. То есть, если будет спрос, то будет и предложение дейді. Тура сол сияқты. Қазақ тіліне сұраныс тудыртсақ, онда ертеңгі күні сол кафе, ресторандарда, мемлекеттік мекемелерде қазақ тілін білетін, қазақ тілінде жазылатын, қазақ тілінде сөйлей алатын адамдарды міндетті түрде жұмысқа ала бастайды. Ал қазіргі таңда сұраныс жоқ, сондықтан да ұсыныс та жоқ.
сол ресторандар мен кафелерге барған кезде, ас мәзірін алған кезде, мына жерде конфликтіға бармай-ақ, бірақ мына жерде неге қазақ тілінде жоқ, мен орысша түсінбеймін, мынаны қазақшаға аударып бересіздер ме? Немесе мемлекеттік мекемеге барған кезде, мемлекеттік қызметті талап еткен кезде қазақша сөйлесек, дүкенге барған кезде тауарды қазақша сұрасақ, өйстіп ақырындап қазақ тілінің қолданысы саласы кеңей бастайды. Соның нәтижесінде сұраныс туады. Сол кезде мына бизнес өкілдері түсіне бастайды. Клиенттерімізді жоғалтпау үшін қазақша білетін, қазақша сөйлей алатын адамдарды қызметкерге алайық деп. Тура сол сияқты мемлекеттік мекемелер де өзгереді, өзінің саясатын өзгертеді. Яғни халықтан қазақ тіліне деген сұраныс пайда болса, сол кезде ғана ұсыныс пайда болады. Осыны ұмытпайық. Бәрі өзіміздің қолымызда. Тіл де, ұлт та тікелей біздің қарапайым халықтың, қарапайым азаматтардың қолында екенін ұмытпайық. Ең соңғы айта кететін нәрсе, қазіргі таңда енді ютубта көбінесе, әлеуметтік желілерде мына тикток, жаңағы инстаграм деген сияқты нәрселердің көбісі орыс тілді деп айтып жатады, ағылшын тілді деп айтып жатады. Осындай жағдайда баламызды қалай қазақ тіліне үйретеміз деген сұрақтар да түсіп жатады. Бұған жауап өте оңай. Біріншіден, инстаграмға сіздер өздеріңіз бейне роликтарыңызды жүктеген кезде қазақша жүктеңіздер. Немесе жаңағы ютубтан балаңыз көріп отырған кезде оған қазақша мультфильмдарға ұсыныс тастаңыз, мынаны көр балам деп. Соңғы қазақ тіліне өзіміздің балаларымызды тәрбиелеудің басты құралы ол үйде, отбасының ішінде бір-бірлеріңізбен қазақша сөйлесіңіздер. Мысалы, маған келетін болсақ, мен өзім орыс тілінде мектепті бітіргем, орыс тілінде колледж бітірдім, орыс тілінде университет бітірдім. Бірақ өзімнің туған тілімді соған қарамастан ұмытқан жоқпын. Неге десеңіздер, менің әкем мен шешем, бауырларым мен туыстарым, әпкелерім мен інілерім, отбасы ішінде біз тек қана қазақ тілінде сөйлейміз. Соның нәтижесінде мен туған тілімді ұмытпадым. Сіздерге де сондай ақыл берем. Отбасыларыңызда қазақша бір-бірлеріңізбен сөйлесіңіздер, сонда әлеуметтік желіге де қарамай, жан-жақтағы жағдайға да қарамай, балаларыңыз туған тілін ұмытпайды, ағайын. Тағы да айта кететінім, ұлт болашағы, тіл болашағы. Тіл болашағы әрқайсымыздың қолымызда.